Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл әдісі арқылы суреттерді сөйлетуге тырысайық. Суреттерде кімдер бейнеленген? Кого вы видите на картинках? Бұлар кімдер? Оларды бір сөзбен қалай атауға болады? Біздің өміріміздегі мамандықтың маңызы қандай? Және ең соңғы сұрақ, сабақтың тақырыбы қандай болмақ? Жақсы, сұрақтарға дұрыс жауап бердік деген ойдамын. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандық неден басталған? Из чего начиналась профессия? Оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру. Ендеше балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Новые слова записываем в словарную тетрадь и выучим. Теперь повторяем за мной. Мүмкіндік, білікті, сала, арманда, дамыт. Дескриптор. Жаңа сөздерді қатыстырып, қатесіз екі сөйлем құрасыздар, 2 балл. Составьте 2 предложения с новыми словами. Используя новые слова, 2 балла. Келесі. Балалар, мамандық деген сөзді қалай түсінесіздер? Как вы понимаете слово профессия? Жақсы. Ендеше, менің жауабыммен салыстырып көріңіздер. Мамандық ол кәсіп. Мамандық это что? Кәсіп? Бизнес, да? Жақсы. Еңбек көзі. Источник труда. Сүйікті іс. Любимое дело. Қызығушылық – это интересованность. Ендеше балалар, алдымен мәтінді оқиық. Тыңдаймыз. 4-ші тапсырма, 5-ші бет. Табиғатқа қараңдаршы. Табиғатта зор жаратылған алып көп. Зор десең кит, күшті десең піл бар. Батыл десең жолбарыс, мықты десең арыстан тұр. Бізді қоршаған дүние қайнап жатқан мұхит. Жел соғып, дауыл көтеріледі. Теңіз толқып, аспанға атылады. Найзағай аспанды күркіретеді. Табиғаттың тағы басқа да толып жатқан зор, өлшеусіз мықты, мейірімсіз күштері көп. Бұл керемет күштерге адам қалай қарсы келмек? Ертедегі адамдар табиғаттың сырын үйренуді армандады. Оны тану үшін зерттеу жүргізді. Керегін алу үшін еңбек етті. Еңбегін жеңілдету үшін еңбек құралдарын ойлап тапты. Міне, адамның кәсіпке, мамандыққа бейімделуі содан басталды. Жаратылыстың әлі бізге ашпаған сыры өте көп. Біз бар мүмкіндігімізді әртүрлі салада дамытуымыз керек. Бұл білімді, білікті, жақсы маман болуды талап етеді. Теперь слушаем перевод. Посмотрите на природу. В природе есть гигантские существа, созданные природой. Если сказать великие, то можем сказать про кита. Если сказать сильный, то можем сказать про слона. Если хотите сказать храбрый, можно сказать про тигра. А если говорить о сильном, могущественном, то можем иметь в виду льва. Окружающий нас мир – это кипящий океан. Дует ветер и дует буря. Море взревело и взметнулось в небо. Молния поражает небо. Есть много других великих, неизмеримых, прекрасных и жестоких сил природы. А как может человек противостоять этим чудесным силам? Древние люди мечтали познать тайны природы. Они проводили исследования, чтобы получить желаемое. Изобретались инструменты для облегчения труда. Отсюда и начиналась адаптация человека к профессии. Есть много тайн природы, которые до сих пор не раскрыты нам. Нам необходимо развивать наши возможности в различных областях. Для этого нужны знания, навыки и хорошие специалисты. Сама природа велика, а человек, который находит ее тайну, еще велик, сказал глава кружка
любителей природы. Учитель Хасен. Жақсы балалар, мәтін бойынша мәтінді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ендеше ары қарай тапсырмаларды орындауға кірісейік. Айтылым тапсырма, осындай задание. 6-шы тапсырма, 5-ші бет. Сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы по тексту. Табиғат пен адамның байланысы қандай? Какова связь человека и природы? Сенің ойыңша кім күшті? Табиғат па, адам ба? Как ты думаешь, кто сильнее? Природа или человек? Адам қай кезде табиғатпен тіл табысады? Когда человек общается с природой? Дескриптор 3 балл. Келесі айтылым тапсырма, следующее устное задание, это 11-ші тапсырма, 7-ші бет. Табиғатпен байланысты мамандық атауларын жазыңдар. Олар не істейтінін айтыңдар. Напишите профессии, которые связаны с природой. Чем они занимаются? Например, геолог, да? И геолог чем занимается? И так далее. Вы должны выписать 4 профессии, которые связаны с природой, и рассказать, чем они занимаются. Так, следующее задание, это письменное задание, плюс-минус. Қосу алу әдісі. Мақсаты қосу бағанына ұнаған жерлерін жазамыз мәтін бойынша, алу бағанына оқушы өзіне мүлдем керек емес деп санайтын жерлерін жазады. Дескриптор. Оқылған мәтіннен из прочитанного текста находим основные информации в сторону қосу, то есть плюс, а дополнительную вспомогательную информацию можем выписать в минус, то есть алу. Дескриптор 2 балл. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.